Сәлем достар, сіздермен бірге мен Айжан Кәрібай, және де біздің блогингке саяхат онлайн сабақтарымыз жалғасуда. Сонымен біз ең қызықты жерге келіп жеттік. Алдыңғы сабақта YouTube'ке кіріспе жасап, жалпы видеолардың қандай түрлері барын, біздің интерфейсімізді қарап шықтық. Енді YouTube'тағы видеоларымызды қалай монтаждауға болатыны жайлы сөйлесе кетейік. YouTube'тағы монтажға неше түрлі бағдарламаларды өзіңіздің күш-жігеріңізге қарай, ыңғайыңызға қарай бағдарламаларды жүктесеңіз болады. Яғни бізге ол үшін ноутбук керек болады, және де өзіңіздің камераңызға жазылып шыққан видеоның ноутбукке көшіресіз, соның исходнигі, яғни видеосы тұру керек. Жалпы қандай монтажды бағдарламалар бар? Мен өзім ең алғашқыда алдыңғы видеоларда айтып өткенімдей, YouTube-тың ішіндегі видеоредакторды қолданатынмын. Ол өте оңай, жаңағы творческая студияның ішінде бар. Ол жерде бірақ қызмет жасау шеңбері де кішкене тарлау. Ол жерде жай ғана клипті алып, оның керек емес жерлерін қиюға болады, және де музыканы қоюға болады. Бар болғаны сол. Жалпы монтаж дегенімізде өзі сол. Монтаж дегеніміз ол ең қарапайым тілмен айтқан кезде керек емес нәрселерімізді қиып тастау, керек мүмкін бір вставка видеоларды қою, және де музыкамен оның барлығын әрлеу. Яғни адам қарап отырған кезде ол бір үлкен бір фильм немесе клип көріп отырғандай, сіздің ешқандай да монтажыңызды көрмей, сондай бір ләззат алатын видео болу керек. Жалпы қандай видео монтажды бағдарламалар бар? Жаңағы YouTube-тағы монтаж бағдарламасынан кейін мен кішкене бір сатыға өсіп, VideoPad деген ең қарапайым сондай бағдарламадан бастаған болатынмын. Қазір де қарап көрсеңіз болады, Google-ға жазып, VideoPad деп жазсаңыздар, өзіңізге қандай да бір форматта жүктеп алып, ең қарапайым интерфейсін қарап көрсеңіздер болады. Яғни ол жерде де дәл сондай, яғни қиюға болады, музыканы қоюға болады, және де кейбір екі видеоның арасында сіздерге переход жасауға мүмкіндіктер бар. Одан кейін кішкене күрделірек бағдарламалар десеңіздер, Sony Vegas'ты айтуға болады. Мен қазірге дейін сол Sony Vegas'та монтаж жасаймын, өте ыңғайлы, интерфейсі өте түсінікті, және де кішкене қызмет шеңбері кеңде оның. Ол жерде біз не істейміз? Кез келген видеомызды алдымен импорттау үшін импорт деген кнопканы басамыз. Сол жерге өзімізге керекті видеоны жүктеп аламыз. Одан кейін біздің жалпы негізгі монтажды жасайтын дорожкамызға алып келіп қоямыз. Ол жерге қойғаннан кейін енді біз бүкіл видеомызды қарастырып шығып, қай жерін кесіп тастау керегін, қай жерін қосу керегін өзіміз, яғни кәдімгі сценарий бойынша монтажын жасап аламыз. Кесу үшін өте оңай. Сіздерге тек қана Ctrl+S деген кнопканы басу керек. Сол кезде сіз оны кесіп тастай аласыз. Мысалға, оның үстіне аудио қою үшін кез келген компьютеріңіздағы әдемі музыканы, аудионы импорттап аласыз, одан кейін барып дорожкаға шығарасыз. Айтпақшы, аудио жайында өте бір маңызды нәрсе. Егер де сіз қазірде бір танымал болып жатқан, хит болып жатқан әндерді, оның үстіне бір халықаралық әндерді қоятын болсаңыз, сіздің видеоңызды ертең YouTube өшіріп тастауы мүмкін. Өйткені бізде авторлық құқық деген нәрсе бар. YouTube авторлық лицензияға өте қатал қарайды. Егер де сіз басқа біреулердің видеосын өзіңізге көшіріп алып, өзіңіздің атыңыздан шығаратын болсаңыз, немесе басқалардың авторлық құқығы болып саналатын музыканы өзіңіздің видеоңызда қолданатын болсаңыз, ол кәдімгідей қатаң түрде қадағаланады. Сол себепті барынша лицензиясы бар, YouTube-та қолдануға сізге рұқсат етілген музыкаларды іздеп көріңіз. Дәл солай жазсаңыз, музыка для YouTube с лицензией деп қойсаңыз, Google-ға сізге өте көп музыкаларды шығарып береді. Және де өзіңізге қайсысы ұнайды, талғамыңызға қарай видеоңызға көшірсеңіз болады. Енді кез келген шығармашылық бір дүниеде кіріспе болады, негізгі бөлім болады, және де қорытынды болады. Яғни кәдімгі адамның миы түсінетіндей сондай бір жүйе бар. Сол себепті біздің видеомызда да дәл осындай жүйе қолданамыз. Яғни видеоңыздың интросы болу керек. Ол мүмкін бір өзіңіз барлық видеоңызға қолданатын бір клип дайындап қойсаңыз болады. Сіздің видеоңыздың аты шығады, және де бір әдемі музыка, яғни тартатын адамды бірден елең еткізетін музыкамен басталғаны әбден жақсы. Одан кейін негізгі сіздің клипіңіз мүмкін сіздің айтып отырған, яғни говорящая голова дейміз, жай ғана сөйлеп отырған бір сіздің видеоңыз. Одан кейін
мүмкін бір қызықты сәттерін қоя аласыз, жаңағыдай ляпы дейді, мысалға бір болмай қалған блуперс дейді, мысалға қызық бір нәрсені айтып қалсаңыз, бір нәрсе болмай қалды, өзіңіздің бір эмоцияңыз білініп қалды, сондай нәрселер YouTube-та өте жақсы қаралады. Сондай блуперстарды ең соңына қойып, және де қорытынды ретінде маған жазылыңыздар, көргендеріңізге рахмет, назарларыңызға рахмет деген сияқты қорытынды видеомен бітірсеңіз, сіздің видеоңыз кәдімгідей YouTube-тың форматындағы видео болып шыға келеді. Тағы да бір ең соңында қоятын нәрселер YouTube-тың өзінде, оны сіз өңдейсіз, аннотациялар қоюға болады. Яғни сіздің осыған дейінгі жүктелген видеоларыңызға сілтемені қойсаңыз болады. Мысалға бірнеше жерден өзіңіз сөйлеп жатсыз, ал сіздің жан жағыңыздан екі жерден жаңағыдай кішкентай терезелер ашылып, сол жерге сіздің осыған дейінгі видеоларыңызды көрсетсеңіз болады. Немесе жай ғана мүмкін видеоның арасында сіз бір нәрсе туралы айтып отырсыз, мен мысалға алдыңғы сапарымдағы видео деген сияқты айтып қалдыңыз, және де тура сол жерге сіздің алдыңғы сапардағы видеоңыздың сілтемесін қойып қоюға болады. Яғни YouTube-тың осындай кеңейтілген функцияларын барынша қолданыңыздар. Егер де сіздің қолыңызда ноутбугыңыз болмаса, бірақ керемет бір видеоны өзіңіздің телефоныңызға жазып алсаңыз, онда сіз монтажды дәл осы телефоннан ақ жасай аласыз. Ол үшін мысалға, егер де сізде iPhone болса, өте қарапайым бағдарлама iMovie-дан ақ жасасаңыз болады. Ол барлық iPhone-дарда ішіне кірістірілген видео. Яғни осы жерде ең бір қарапайым нәрселер, яғни новый проект деп фильмді басасыз. Мысалы, кез келген видеоларын екеуін біріктіруге болады, немесе артық видеоларды кесіп тастауға болады. Дәл сондай-ақ музыкада жазып, оны экспорттап, бірден YouTube-қа осы телефон арқылы шығара аласыз. Яғни сізге үлкен ноутбуктың да, басқа да құрылғылар керек емес, бар болғаны сіздің ынтаңыз. Және де тағы да бір маңызды нәрсе, сіз видеоңызды жүктер алдында видеоға тақырып қоясыздар. Бұл жерде де Инстаграмдағы постқа біз тақырып қойғандай, ең алғашқы сөйлемді назар аударатындай қылып, елең еткізетіндей қылып, attention деген пункт естітеріңізде ғой. Тура сондағыдай сіздер бұл жерге тақырыпты өте бір сәтті қойсаңыз, сіздердің видеоларыңыздың топқа шығу мүмкіндігі артады. Яғни қандай видеолар қойғанымыз дұрыс. Әрине, ең бірінші видеомыздың өзін, мәнін көрсететін видео. Мысалға, мен мына жерге күндізгі күнделікті макияж туралы көрсеткем. Осыны жазам, және де бұл жерде мен байқау жүргізгем, байқау деп жаздым, және де ағылшынша daily makeup. Яғни кейбір адамдар қазақша іздеуі мүмкін, кейбіреулер күндізгі макияж деп деген әріптерді қолданудың орнына күндізгі макияж деп, яғни кейбіреулерде қазақша шрифт болмауы мүмкін. Сол себепті кез келген тілде олар іздеуі мүмкін. Сол ізденіс кезінде сіздердің видеоларыңыз шығу үшін біз келесі нәрселерді жасаймыз. Мына жерде біздің видеомызды жүктемес бұрын бізде описание, яғни видеомыз жайлы ақпараттар шығады. Сол жерге, яғни сіз кез келген өзіңіз осы видеоға байланысты ақпарат жазсаңыз болады. Мысалға, сәлем достар, қысқаша, мен бүгін сіздермен күнделікті макияж туралы түсіріп жатырмын, байқауға қатысуды ұмытып кетпеңіздер деген сияқты керекті инфобокс деп аталады. Тағы да бір кейбір видеоларда керекті ақпараттың барлығын осы жерге жазасыздар. Және де сіздерді адамдар басқа әлеуметтік желілерден ыңғайлы тез табу үшін осы жерге өзіңіздің сілтемелеріңізді тастап кетсеңіздер болады. Мысалы, мені басқа да әлеуметтік желілерден таба аласыздар деп мен мына жерде өзімнің сілтемелерімді тастадым. Және де ең соңында бұл әрбір видеода шығып отырады. Менде қазақша, орысша және де ағылшынша жалпы менің каналым не туралы, мен кіммін, мен не істеп жүрмін, мен не істегім келеді деген сияқты менде бұнда месседж жазылған. Яғни мен өзімнің ютубер екенімді жаздым, қазақ тілді видеоны дамытқым келеді деп жаздым, және де алда да осындай қызықты видеолар жасаймын деген мына жерде описание тұр. Яғни бұл жердегі кілт сөздер, ключевые слова дейді, мысалға қазақша видео, қазақша әдемі видео, қызықты видео, кино, кітап туралы видео деген сияқты сөздердің барлығын сіздің әрбір видеоңызда описаниясында тұрса, ертең адамдар соны поискке жазған кезде YouTube-тан, ал YouTube бізде Google-дан кейінгі екінші нөмірлі поисковик десек болады, сол жерде сіздің видеоңыз бірінші болып атып шығады. Сонымен достар, тағы да бір өте маңызды нәрсе, сіздің видеоңыз өте көп қаралым қарасылсын десеңіз, сіздерге тегтер керек болады. Яғни видеоны жүктеген кезде сіздің видеоңыздың описаниясының астында енді видеоңызға қатысты кілт сөздер, яғни тегтер сұрайды.
Сол тегтерді мысалға сіз өте түрліше қылып жазсаңыз болады. Жаңағы жоғарыда айтып кеткен мысалға қызықты кітап болатын болса, оны қызықты кітап немесе қызықты кітап деп орысша мүмкін біреулер іздейді. Және де қызықты видео, қазақша видео деген сияқты қазіргі тегтердегі трендтегі видеолардың астындағы тегтерді қарап, тура сол бойынша сіз жазсаңыз, яғни сіздің видеоңыз сол трендтегі видеолардан кейін көрсетілуі мүмкін. Бұл лайфхакты мен өз тәжірибемнен айта аламын, өйткені бір кездері біздің Қазақстанда дүркіреп тұрған өте бір танымал фильмдерге мен өзім обзор жасап, сол фильмдерді өзімнің видеомның тақырыбына жазған болатын. Және де адамдар сол ресми түрдегі фильмді көрген сайын, көргеннен кейін, яғни видео біткеннен кейін ода бір мынандай терезелер пайда болады. Мысалға 6 терезе пайда болуы мүмкін. Сол 6 терезенің бірінде менің суретіммен және де сол фильмге жасаған обзорым шығып тұрған. Және де сол обзорды өте көп адам көріп, өте көп адам жазылған болатын. Достар, енді мен сіздерге бүгін монтаждың ең бір қарапайым жерлерін, ең басын, яғни кіріспесін айтып кеттім. Егер де сізге шынымен де монтаж ұнап, ары қарай оны тереңірек біліп, қызықтырақ қылғыңыз келсе, YouTube-тың өзіне монтаж деп жазсаңыз, немесе монтаж туториал, немесе монтаж сабақтары деп жазсаңыз, өте көп сіздерге роликтер шығады. Оны тереңірек зерттеу үшін кәдімгідей отырып ізденсеңіздер болады. Яғни монтажды қызықтырақ қылу үшін басқа да ютуберлер қалай жасайды екен. Сіздер тек қана бір көрермен ретінде роликті көріп, күліп, лайк басып қана кетпей, ол адамның монтажды қалай жасағанын, қалай қылып переход жасағанын, қандай музыка қолданғанын қарап, бақылап жүріңіздер. Сол кезде өзіңіздің де тәжірибеңіз арта түседі. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз өте осындай қызықты болды. Сіздермен келесі сабақтарда кездескенше.